Қайырлы күн, құрметті Сертинформ подкастының көзі қарақты біздің оқырмандарымыз. Бүгінгі біздің студияның қонағы Шу өңірінің әкімі Бақытжан Оразалыұлы. Құрметті Бақытжан Оразалыұлы, Шу өңірінің бүгінгі дамуы туралы өзіңіздің бағаңыз қандай? Сіз әкім болып келгелі? Енді жалпы бағаны бірінші кезекте енді осы жердегі жергілікті тұрғындар беру керек. Негізгі енді ол кісілердің өзгерісін де байқайтын. Енді біз бірақ нәрсемен ақ бағалай аламыз өзіміздің ішкі кіріспен. Ішкі кірісіміздің өзі жаңағы бір 200%-ға өсті 23 жылдан бері. Ол енді өскеннің өзі бізге әрбір жұмысқа, әрбір істейтін жобамызға үлкен бір серпін беретіндей, мүмкіндік беретіндей жұмыстарымыз. Одан бері енді келесі жылы тағы да бір 100%-ға өсірсек, 26 жыл, 27 жылдар жалпы 300%-ға дейін жетсек, бізде тамаша болады. Ауданның бюджеті қанша негізі? Жалпы енді биылғы жылы 10 миллиардқа ішкі өзіміздің кірісіміз 10 миллиардтың төңірегі болып отыр. Ауданда жұмыс орындарын ашу, жаңадан жұмыссыздықты жою мәселесі қалай жолға қойылған? Негізгі енді біздегі бірінші кезекте бізге үлкен мүмкіндік беріп отқан бұл біздің жібек жолы. Экономикалық аймағымыз 2030 жылға дейін жалпы бүгін күнге 28 жоба қарастырылып отыр. Оның ішінде 16 жоба, 6 жобасы іске қосылған, 10 жобасы бойынша құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қалғандары бойынша жобалық сметалық құжаттамалар дайындалады. Осының бәрі іске қосылған кезде жалпы 30 жылдың нәтижесімен 5000-ға жуық адамды біз жұмыспен қамтимыз. Бұнда енді басқа ешкімде жоқ болады бүгін күнге. Одан бұл бізге жалпы біздің экономикалық, әлеуметтік, халыққа деген әсері, оң әсері тигізетін ол сөзсіз. Мен үнемі өзіміздің осы әкімдермен сұхбатымда айтып отырамын, әкімдердің мықтылығы деп, олардың инвестиция тартуында деп. Сіз әкім болып келгелі осы Шу өңірінде қандай қомақты ауыз толтырып айтатындай инвестициялар тартылды? Және қандай жоспарлар бар алдағы уақытта? Жалпы бірінші кезекте енді бұл жетістіктің бәрі облыс басшылығының ықпалымен болып жатқан. Оған енді біздің үлесіміз болса да, бірақ енді жалпы біз тартып алып келдік деп айта алмаймыз. Жалпы мен осы келіп бердік. Бақытжан Оразалыұлы Шу өңіріне ешқандай инвестиция тартқан жоқ әкім ретінде. Септігіміз бар ғой, әрине септігіміз бар. Біз осы жерде болғаннан кейін жалпы мен айтып жатқаным 27 бүгін күнге 23 жылдан бері 27 жоба. Егер де оның бәрін өзім дей беретін болсам, ол енді дұрыс болмайды. Әрине, ол бірінші кезекте облыс басшылығының ықпалымен. Сол кісілердің бағыт бағдарларымен келіп отқан осы жердегі. Одан бұрын біздің бақытымызға, біздің ауданымыздың бақытына, жаңа айтып кеткендей, жібек жолы экономика аймақтың бізде орналасуына байланысты, географиялық біздің жағдайымызға байланысты, 9 жолдың жол торабында орналасқанымызға, яғни темір жолы да, автомобиль жолы да біз арқылы солтүстікке де, оңтүстікке де, Өзбекстанға да, Қырғызстанға да шығуға біздің барлық мүмкіндігіміз бар. Жалпы мен жаңа айтып кеткендей, бізге келіп бері 27 жоба бүгін күнге іске асырылып отыр. 27 жоба. 27. 1 триллион ақшаға. 1 триллион. Өте жоғары көрсеткіш. Төмен деп айта алмаймыз. Келесі сұрақ, әкімдіктің жұмысын қаншалықты ашық деп бағалар едіңіз? Сіз халыққа ашықсыз ба негізі? Жалпы енді қатты ашықпын деп айта аламын. Ешқандай не жоқ. Егер де менің парақшамды байқап жүрсеңіз, оны өзінен ақ баға бере аласыз. Себебі біз қай жерде жүрсек те халықтың ортасындамыз. Және өзіңізден де байқаған шығарсыз, 5 минут тастаған жоқпыз ғой, мысалы. Тұрғындардан естуіміз бойынша Бақытжан Оразалыұлы қошеметті жақсы көреді деді. Ол не деген сөз қошемет? Мақтағанды жақсы көреді деді. Ашық, камераның алдында ашық айтайықшы. Дұрыс ашық қой. Осынымен келсіз бе? Енді қалай? Біз енді, мен өзімді қарапайым деп санаймын өзімді. Енді қошемет беріп атса да, мысалы тоқтатуға тырысам, енді аңдап болса да, ымдап болса да, бұлай бетіп ашығынан түрінен не алған, менде ыңғайсызданмын ол да енді. Бұлай айтқан кезде менде оны енді қатты жақтырмаймыз. Жүрегімізге жақын емес, жалпы психологиямызға, көзқарасымызға ол дұрыс емес. Айтқан адамды ол мені танымайды деген адам деп ойлаймын. Мүмкін. Немесе әтей айтып отқандай, біз енді
көре алмайтын адамымыз да бар, бізді жек көретін адам да бар, бізді кетсін деп отқан адамдар да бар, оның бәрін білеміз. Тіпті солай да бар ма? Әрине. Енді жұмыс болғаннан кейін әр қырлы болады ғой енді. Біреуге жақсымыз, біреуге жаманбыз. Оның несін не аламыз? Бізге қайта сондайлардың бәрі жігерлендіреді. Бізге жаманшылық ойласа да, қандай нәрсе берсе де біз одан да күшті боламыз. Маған ондай проблема болған сайын мен күшейе берем. Өзімді жақсы сезінем. Соны жеңуге де ары қарай соған асып кетуге тырысамын. Сіз биыл 3-ші жыл ғой? 26 қаңтарда 3 жыл болады. 3 жылға жақындап қалды. 1 жылдан кейін сіздің мерзіміңіз аяқталады. О жағын ойламаппын. Маған уақыт аз сияқты әлі көп нәрсе істеуіміз керек. Соған үлгеруіміз керек. Егер қайтадан әкім болуға мүмкіншілік болса, әкімдікке келер ме едіңіз? Сұрағыңыз толық түсінбедім. Әкімдікке қайтадан әкім болуға мүмкіншілік болса, осы ауданда ма? Мәселе мүмкін Байзақта, мүмкін Жуалыда, мүмкін Таласта қайтадан әкім болу мүмкіншілік болса, осы әкімнің креслосына отыратын ба едіңіз? Бірде-бір ешқандай қызметтен қашмаймыз. Мүмкіндік беріп жатса, басшылық сондай мүмкіндік беріп, бізге сенім артып жатса, халық қолдап жатса, әрине жұмыс жасаймыз. Сіз әкім болып келгелі Шудың экономикалық әлеуетін арттырдым деп айта аласыз ба? Сіз келгенде қандай еді? Қазір қандай? Енді әкім ретінде өзіңіздің бағаңыз бар ғой? Біз енді бағамызды беретінде біз проблемамен береміз. Соны айтып тұрмын ғой. Енді проблемамыздың тізбегі әлі азайған жоқ. Бірақ біршама шешілді. Енді біршамасы шешілді, бірақ енді ауқымды жаңағы біз айтып кеткендей кәріз жүйеміз бар, одан кейін су жүйелері бар. Негізгі басымдық біз қазір Шу қаласына беріп отырып, үлкен мәселелердің бәрі Шу қаласында. Оны да біз әлі толыққанды шештік деп айта алмаймыз, оған әлі біраз кезеңдері керек. Бірақ кішкентай болса да үлесімізді қостық деп ойлаймын. Біздің студияның дәстүрлі сұрағы бар. Егер Бақытжан Оразалыұлы әкім болмағанда кім болар еді деген? Оны ойланбаппыз. Енді жалпы енді бұяқада біз бәрі бір немен келеміз ғой, жаңағы өмірдің бір случайымен келеміз ғой. Бізде мемлекеттік қызметке талпынып келген жоқпыз. Қалай келдіңіз? Оны сондай мүмкіндік тест тапсырдық, жаңағындай бағдар берді, сондай біз сөйтіп келдік мысалы. Бірақ бір жерде 17 жыл мінез құлқымызға байланысты бірақ жерде отырдық, соны аяғына дейін жол басқармасында, жолаушылар көлігі басқармасында. Сол жерден маманнан бастап, жетекші маманнан бастап, басқарма басшысы қызметіне сатылай келдік. Соға дейін абылай енді оған мақсат қойып, аудан әкімі болам, немесе оны армандап, қиялдап ондай мәселе болған емес. Біз өз жұмысымызды дұрыс атқарып атқаннан кейін, қазір тура сондай талапты да біз өз балаларымызға да қойып отырмыз. Мен ешкімді ұстап отқан жоқпын. Мысалы, жақсы өзін көрсетіп отқан азаматтарды біз мүмкіндігімізше бәрін өсіріп, өндіріп, жоғары жаққа жіберуге де тырысып жатырмыз. Облыс болсын, немесе қазір біздің ауданның өзінде 3 азаматымыз мемлекеттік академияда госслужбасында оқып жатыр. Тамаша. Біз өзімізге қиын болса да, соларды біз былай айтқан кезде жұмысымыздан жұлып беріп атқанның өзінде менде мүмкіндік бар оларды алып қалғанға. Мысалы, жібермей өз жұмысымды жеңілдетіп ұстатып отыруға. Бірақ біз оны жіберіп жатырық, ертең күні өссін, өнсін, бәрібір де ауданға қызмет ететін солар түбі. Елдер соған жұмыс жасасын деп сондай мақсат қойып отқанбыз, өзімізде тура сондай сияқты. Бізде айтып отырық қой, бізде ондай арман қолдаған жоқ. Бізде де сондай көзқарасымызға, сондай жұмысымызды атқарып атқанымызға кім біледі енді. Сондай баға берді да, соны осы жаққа алып келді. Осы жаққа бізде лайық деп тапты. Мүмкін сондай болды ғой. Бәріміз де сол таңдаған адам, сол таңдаған, көрген, соны ұсынған адам соны лайықты деп таниды ғой. Өзіміз де тура сондаймыз. Өзіңіз осы мемлекеттік қызметтің бел ортасында жүрсіз, аязына тоңып, ыстығына күйіп дегендей. Егер болашақта сіздің ұлыңыз әкім болам десе қарсы болмайсыз ба? Енді ол да халықтың жүгі ауыр жүк. Бірақ қызық. Әрине. Бірақ қызық. Жаңағыда айтып кеттік қой, ауыртшылық болған сайын жігерленесің. Тура ұлым да сондай сияқты деп ойлаймын, себебі оның да мінез құлқы енді өзіміздің тұқым болғаннан кейін бізге де келеді. Сондықтан да ол да бір әкім болам деп армандап жүрген жоқ, бірақ енді мүмкіндігі болып жатса, ондай мүмкіндік туындап жатса, бас тартпайды деп ойлаймын. Елге қызмет, алға тарту. Әсерлі сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін біздің Серт Информ подкастының
қонағы болған Шу ауданының әкімі Бақытжан Оразалы екен. Тағы да естеріңізге сала кетеміз. Уақытыңызды бөлгеніңізге, алтыннан қымбат уақытыңызды бөліп, қабылдап, шынайы сұхбат болды деп есептейміз. Ал ақ-қарасын көрермендер біздің YouTube каналымызда, Instagram желілерімізде өзінің пікірін қалдырып кетеді. Өйткені халықтың пікірінен артық шынайы еш нәрсе жоқ. Өйткені олардың пікірін сатып ала алмайсың. Еңбегіңізге табыс тілейміз. Әкім болыңыз, халқыңызға жақын болыңыз. Алаш серттен таймасын.